Жаңа жылдың алғашқы күнін табиғатқа жорықпен бастадық. Даламан ауданындағы Сарсала шығанағына көлікпен 1 сағатта жетіп, жаяу жорығымызға шықтық. Фетиге ең жақын әуежай Даламанда орналасқан. Ара қашықтығы 45 шақырым. Сарсала шығанағында теңіздің суы мөлдір, табиғаты жердің жаннатындай. Жағажайында демалыс орны бар. Теңіздің беті тып-тыныш, толқыны жоқ. Қорықпай рахаттанып жүзуге болады. Жаз айларында Даламан орталығынан шағын автобустар қатынайды. Сонымен қатар, бұл жер кемелер мен яхталардың тұрағы. Бағытымыз Клеопатра хамамының шығанағы. Сарсаладан хамамға кемемен немесе жаяу жүріп баруға болады. Жолдың басында біраз жоғарыға өрмелеп, ары қарай тапталған соғақ жолмен теңіздің бойын жағалап, тау беткейімен жалғастырасың. Жол бойы сол жағынан теңіздің керемет көрінісі шығып отырады. Жолдың ұзындығы 5 шақырым, барып қайту 10 шақырым. Жол жүруге өте ыңғайлы. Теңіз көрінісін тамашалап, асықпай жүріп отырып, 1,5-2 сағатта хамамға келіп жеттік. Хамам шығанағына Клеопатра атауы берілген. Аңыз бойынша, жерорта теңізіне сапарға шыққан Клеопатра осы жерде ыстық су көзі бар екенін естіп, хамам салдырған. Тері ауруларына шипа болған ыстық су Клеопатраның әлемді тамсандырған сұлулығына себеп болған дейді. Аңызда сөз болған ыстық судың көзі жойылған соң, жаңбыр суы хамамға құбырлар арқылы жеткізіліп ысытылған. Жаңа жылдың алғашқы күні бұлттылы болды. Ауаның температурасы 16 градус еді. Десе де суға түсіп жүздік. Судың түсінің әдемілігі сондай, жағада қарап тұра алмайсың. Бұл жерде 1,5 сағат қалып, судан шығып үстімізді кептіріп, түскі тамағымызды іштік. Қалағандары хамам шығанағында ұзақ уақыт қалып, кері қайтты да, ал басым көпшілігіміз жоспарымыз бойынша жолымызды Ерен тепесіне қарай жалғастырдық. Келген жолмен кері жүріп отырып, жоғарыға қарай шығасың. Теңіздің бойын жағалап келе жатқанымызда тамаша бір тосын сыйға тап болдық. Қандай сый деп ойлайсыз? Дәл өзі, дельфин. Қуанғанымыз сондай, бәріміз жамырап шыңғыра беріппіз. Өз көзіме сенбей сасқанымнан қолым қалтырап, видеоға жақсылап түсіре алмадым. Тек құйрығы ғана түсіп үлгіріпті. Дельфиннің ізімен біраз ілгері жүріп отырып, кемелердің тұрағына келіп жеттік. Осы жерде тағы бір тамаша құбылысқа куә болдық. Балықтарды тышқыртып қуған дельфинді тамашаладық. Балықтардың қанатын қолданып ұшқанын алғаш көруім. Жанын сақтауға тырысып жанталасқан балықтар судың бетіне шығып, қанаттарын қағып, зымырап ұшады екен. Осы тұстан жоғарыға өрмеледік. Тамаққа тойып алып, тауға шығу біраз қиындау. Балтырдың бұлшық еттеріне салмақ түсіп, демің тарылып қиналасың. Әдетте таудың төбесіне тік жолмен шығу оңай емес. Алдыңдағы адамның өкшесін ғана көріп отырасың. Мен тынысыма назар аударып, бір адымнан соң келесі адымымды жасап, тоқтамай жүруге тырысамын. Тоқтап тұрсам, бұлшық еттерім суып кетеді де, қайтадан қотталу қиын болады. Арасында телефонымды шығарып, видео түсіріп отырамын. Ол да дене үшін қосымша жүк. Фетиге тауға жорыққа шығатын 5-6 топ бар. Фейсбуктағы парақшаларына тіркеліп мүшесі бола аласыз. Әр аптаның басында жексенбі күні үшін бір жорықтың хабарламасы ілінеді. Қатысатындардың тізіміне қарай шағын автобуспен жорық ұйымдастырылады. Автобустың жолақысын ғана төлейсіңіз. Жолдың қашықтығына қарай 250-400 лира болады. Мен осындай 2 топтың мүшесімін. Өткен жылы 2 топқа кезек-кезек қосылып кездім. Бұл жылы бұрын бармаған жерлер болса, соған байланысты жорыққа қатысуға жазыламын. Фетенің ішінде 3 жерден жинайды. Мен автобус ең бірінші келетін жерге барып, алдыңғы жағынан орын алуға тырысамын. Жоғарыға шығатын автожолдардың басым көпшілігі бұралаң болады. Ол бұралаң жолдарда көліктің артқы жағында отырсам, асқазаным ренжіп, жүрегімді алып құсқым келеді.
таудың төбесіне шығудың бір қайтарымы, яғни сыйақысы бар, ол көркем көріністер. 500 метр биіктіктегі төбенің бір жағынан 50 шақырым қашықтықтағы Фетия, ал екінші жағынан Таламан мен Ортажа қалалары көрінеді. Бұл менің есігімнің алдынан көрінетін Мендос тауы. Арқасында Бабадақ тауы жатыр. Екі таудың арасындағы асфальт жолмен көтеріліп, топырақ жолмен жалғастырдық. Жорық жолының ұзындығы 14-15 шақырым. Дәрежесі ауыр. Бұл биіктіктерде қар жауатындықтан қыста жол балшық аралас әрі бұралаң болады. Көлігімізді ыңғайлы бір жерде қалдырып, жолды жаяу жалғастырдық. Топырақ жолмен жүріп отырып, Ноут деп аталатын жазықтың үстімен өтіп, орманға келіп кірдік. Күннің көзі жарқырап тұр. Терлегендіктен тоқтап, сыртымыздағы күртемізді шештік. Арамызда шөп-шалаңды жақсы танитын бір апай бар. Ылғи орманда жолымыздың бойында кезіктірген шөпті жинап жүреді. Аспанға ұмтылған қарағай мүктен көрпе жамылған. Мүк басқан ағашы бар жердің ауасы таза болады дейді. Орманның ішімен жолсыз көтеріліп, төмендегі Каякөй ауылы мен теңіздің көрінісін тамашалау үшін үзіліс жасап тоқтадық. Тоқтап үзіліс жасағанда жел өткізбейтін күртешеңді қайтадан киесің. Көбісі терден су болған жейделерін ауыстырады. Мойнымды желден қорғадым. Таңғы асын ішпегендер осы жерде ауқаттанды. Мен шоколад қосылған тоқаш жеп, кофе іштім. Жолда түрлі оқиғалар болып тұрады. Эльван ханымның аяқ киімінің басы аударылып қалды. Алайда ешкім жолда досын тастамайды. Бір шешімін тауып көмегін береді. Аяқ киімінің сыртынан шұлық кигізіп, үстінен резинкемен байлап берді. Зейнеп бақшадан теріп әкелген күмкватпен бөлісті. Тоқтаған жеріміздің артқы жағынан қар мен бұлтпен көмкерілген Ағдағылар тауының жотасы көрінеді. Қардың үстімен жолымызды жалғастырдық. Зейнеп бір таяғын түсіріп алды. Қолыңнан түскен зат қардың үстінде зымырап, төменнен бір шығады. Сәтін салып, ұзаққа кетпей тасқа барып тірелді. Жоғарға көтерілген сайын
ауаның температурасы 1 шақырым биіктіктен кейін 6 градусқа төмендейді. Яғни әр 100 метр биіктікте 0-ден 6 градус өзгереді. Жоғарылаған сайын ағаштар желдің әсерінен өзін өзі айналып өседі, әрі қардың салмағын көтере алмай тапал болады. Көрініс нүктесіне келіп тоқтадық. Ары қарай таудың төбесіне шықпай, осы жерде түскі асымызды ішеміз деп шештік. Жорықта тек жаның мен тәніңді сауықтырып қана қоймайсың. Сонымен қатар, әркім әкелген тамағымен бөлісіп, жаңа дәм татасың. Бір ағай Афьон қаласынан әкелген нанымен бөлісті. Оның айтуы бойынша, Афьон нанына суға асылып езілген картоп қосылып пісіріледі екен. Басқалары шұжық пісіру үшін отын теріп от жақты. Маған тамақ жеме шұжық қосылған нан жейміз деген болатын. Мен шыдамай тамағымды жеп алдым. Аш болсам, ашулымын. Қарным тойған соң жүзім жарқырай бастайды. Мен жарқырап, күн жабырқады. Күннің бетін бұлт басып, төменнен тұман жылдам көтерілді. Тамаққа тойып алып, шұжық қосылған жұмыртқаның дәмін таттым. Қарлы тауға шыққанымызда жергілікті жорықшылар пекмез әкеліп, қарға қосып, қар шербетін жасап жейді. Отқа қуырылған майлы шұжықтың иісі мұрныңды жарады. Көзім тоймай оны да жедім. Айналамыз тұманға көміліп әппақ болды. Тамақтан соң отынды жақсылап сөндіріп, жолымызды жалғастырдық. Қардың астында не бар екенін білу қиын. Сол себепті әр қадамыңды байқап басасың. Ағдаларға қарап, тас пен қардың үстімен жүріп отырып, топырақ жолға келіп шықтық. Әрі қарай жол оңай. Соңына дейін осы жолмен кері қайттық.
Эрен тауындағы шаңғы орталығына баратын жол 1300 метр биіктіктен басталды. Барып қайту шамамен 10 шақырым. Қиындық дәрежесі орташа. Топырақ жолмен жайлап жоғарыға көтерілесің. Бұралаң жолды қысқартып, арасында жолсыз қардың үстімен жүрдік. 1950 метр биіктікке жетіп, қирап иесіз қалған бір ғимараттың ішіне барып тоқтадық. Эрен тауының биіктігі 2863 метр. Қар қазан айының аяғынан бастап сәуірдің аяғына дейін жатады. Бұл жолдарда қардың орташа қалыңдығы 1 метр, ал таудың төбесінде 5 метр болады. 10 000 гектарлық кең алаңда орналасқан шаңғы орталығында ұзындығы 800, 1000 және 1500 метр 3 шаңғы трассасы болған. Өкінішке орай, қазіргі таңда бұл шаңғы курорты жабылып қалған. Айналамызды тұман басып, жел күшейді. Терден су болған жейдемді ауыстырып, күртемнің ішінен қыс күртесін кидім. Ықта тығылып отырып, шұлығымды жүншылыққа ауыстырдым. Аяғым жылыған соң ғана барып, бойымда жылынды. Телефонымның жадысында орын қалмай, түсірілімді осы жерде аяқтадым. Жорықшылардың бірі музыка қойып, соған бәріміз билеп көңіл көтеріп, бойымызды жылыттық. Мула ауданы Ула қаласындағы 900 метр биіктіктегі Сакартепе алаңынан төмен қарай жүрдік. Бұл ауданға алғаш рет келуім. Жолдың қиындық дәрежесі орта, топырақ жолмен жүріп отырып, орман ішіне кіресің. Орман ішінде үзіліс жасап, түскі асымызды іштік. Жолдың ұзындығы 12 шақырым. Бірнеше күн бұрын теннис ойнайтын досым Акияка туралы айтқан болатын. Іздегенім әрдайым іздемей-ақ табылып жатады. Келесі күні Фейсбуктағы жорық тобының парақшасына Акияка ауылына жорық бағдарламасы туралы хабарлама ілінді. Қуана қатысуға жазылдым.
Акиака Мула мен Мармарис қалаларының арасындағы жолдың шамамен ортасында орналасқан. Үлкен қаланың абыр-сабыр өмірінен қашып, бұл жерде демалу үшін өте ыңғайлы. Акиака ауылының сәулетіне ғашық болдым. Бұл керемет үйлердің сәулетшісі осы жерде туып өскен Наиль Чакирхан деген жастық шағында журналист ақын болып, орта жастан қартайғанша дейін сәулетші болған жасампаз. Өткен ғасырдың 70-ші жылдары туған жеріне қайтып келіп, 2 гектар жер сатып алып, 2 ұстаның көмегімен үй салады. Айналасын қоршаған табиғатпен үйлесім тапқан сәулет өнерінің туындысы талайды таң қалдырып сүйсіндіреді. Туыстар мен таныстар да осындай үй салып беруін сұрайды. Оның артынан қонақ үйлерден де сұраныстар келіп түседі. Осылайша Акиакадағы ғимараттар біркелкі дизайн кодпен жасалады. Мула өңіріне саяхатқа шықсаңыз, Акиакада бірнеше күн қалып, уақыт өткізуге кеңес беремін.